Банан қосылған пирог дайындаймыз. Ол үшін 250 мл айранға жарты чай қасық ас содасын салып, араластырып аламыз. 200 грамм қант саламыз. 2 жұмыртқа қосамыз. Какао саламыз. Жетпіс мл сұйық май. Тағы араластырамыз. Банан саламыз. Оның мөлшері біздің қамырымыз қою, қаймақ сияқты болу керек. Енді жаңа қамырымызды ішіне құямыз осылай. Бетін тегістеп алайық. Енді 200 градуста қызып тұрған духовкаға 40 минут көлемінде дайындап аламыз. Дайын болды. Енді үстіне қанттың ұнтағын себіп қоямыз. Пирог дайын.